Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бізде қажетті заттар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған қазанымыздың үстіне жарты кесе майымызды құятын боламыз. Майымызды қыздырып алған соң үстіне туралған пиязымызды салатын боламыз. Пиязымыз қып-қызыл боп қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылды. Енді етімізді салатын боламыз. Бұл жерде менде екі түрлі ет. Біреуі жылқының еті, екіншісі сиырдың етінен жасаған болатынмын. Екеуі жақсылап қызарып, екеуі де қызарғанша қуыратын боламыз. Екеуі жақсылап қуырылды. Енді бұның үстіне ұзыншалап туралған сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізіміздің барын салып алғаннан кейін дәміне қарай тұзымыз бен түрлі дәмдеуіштерді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған соң үстіне ноқатымызды салатын боламыз. Салып алған соң қазанымыздың бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Барлығын жақсылап тағы бір араластырып аламыз. Ал енді күрішімізді жақсылап мұздай суға 2-3 қайтара тазалап жуып алатын боламыз. Ал енді қазанымызға етімізді жауып тұратындай су құямыз. Етіміз жұмсақ боп піскенше қайнататын боламыз. Суымыз қайнады. Жаңағы тазалап жуып алған күрішімізді суымыздың үстіне салатын боламыз. Суымыз аз болса, кішкене күрішіміз сәл ғана бататындай үстіне су құйсаңыздар болады. Ал енді суымыз кішкене тартылғанша астын үлкен отта қоямыз. Суы тартылғаннан кейін астын жай басып қойсаңыздар болады. Күріштеріңіз шашылып пісу үшін күрішті ортаға осылай жинайтын боламыз. Біздің тамағымыз дайын болды. Астын үстін барлығын жақсылап араластырамыз. Сәбізі мен күрішіміз жақсылап араласуы керек. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Тағы бір айта кететін жайт, мен ноқатты алдын ала бір күн бұрын ыстық суға салып алдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен өте дәмді рецепттер бөлісетін боламын.